Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жұма қабыл болсын. Мен жетін нан және бауырсақ пісірейін деп жатырмын. Әр жақта әртүрлі айтады. Бір жақта жетін нан дейді. Бірақ осы рецептпен пирожкиде күш шығады. Енді өзімді мақтамайын, бірақ та барлығы күш шығады деп айтады. Сол үшін бөлісейін дедім. Бірінші су құямыз, судан кейін май құямыз, бір қасық тұз, бір қасық секер құямыз. Сөйтіп барлығын араластырып нан илеміз. Артынан да мына жарты сағатта наным ашып шықты. Өйстіп тездетіп, домалақтап жеті нан қылып пісіріп аламыз. Жеті нанды түгелді тарқатып жіберемін. Мен екі жеті нанды үйге алып қаламыз. Сонда мен 9 қылып пісіремін дағы. Екеуін үйге алып қаламын да жетеуін түгел тарқатып жіберемін. Негізі осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, күш шығады. Астында рецепт жазып кетемін.